Сәлеметсіздер ме балдар? Бүгін біздер 7-ші сынып 6-да 92-ші есеп шығаратын боламыз. Бірінші жақшаны жазып қойдым. Бірінші жақшаны шығару үшін біздер ортақ бөлім табамыз. Ортақ бөлім бізде а плюс 1 болады. Бұл жерде тоқтауыш көбейткіш а плюс 1 болады. Енді алымында а плюс 1. Ұқсас қосылғыштарды біріктірейік. А мен А-ның қосындысы бізде 2а плюс 1 бөлімінде а плюс 1 болады. Екінші жақшадан да ортақ бөлім табамыз. Ортақ бөлім 1 минус а квадрат болады. Бір жерде тоқтауыш көбейткіш 1 минус а квадрат. Енді алымында 1 азайту а квадрат бөлінген 3а квадрат. Ұқсас қосылғыштарды біріктіреміз. Міне минус 1а квадрат пен 1а квадрат азайту 3а квадрат. Бұл жерден бізден минус 4а квадрат шығады. Бөлімінде 1 азайту а квадрат. Енді бізде берілгенде осы екі өрнекті бір-біріне бөл дегенде бізде білеміз, бөлу амалын көбейту амалына айналдыру үшін бірінші бөлшек жазып қоямыз да, екінші бөлшектің орнын ауыстырып жазамыз. Яғни бізде бірінші бөлшегіміз бұл 2а плюс 1 бөлінген а плюс 1 көбейту, мына бөлшектің орнын ауыстырып жазамыз. Мына бөлшекті біздер көбейткіштерге жіктейік. 1 азайту 4а квадрат бізде 1 азайту 2а 1 қосу 2а болып жіктеледі. 1 азайту а квадрат бізде 1 азайту а 1 қосу а болып жіктеледі. Енді осыны жазайық. 1 азайту а 1 қосу а бөлімінде 1 азайту 2а 1 қосу 2а. Енді қысқаратындарды қысқартайық. 2а плюс 1 плюс 2а-ны 2а плюс 1 мен 1 плюс а-ны қысқартайық. Бізде қалғаны 1 азайту а және бөлімінде 1 азайту 2а. 692-ші есептің екіншісінде жақшада өрнекті жазып қойдық. Бізде ортақ бөлім 2m минус 1 және 2m плюс 1 болады. Бұл жерде тоқтауыш көбейткіш 2m плюс 1, бұл жерге 2m минус 1 болады. Енді тоқтауыш көбейткішті жеке-жеке алымына көбейтетін боламыз. Бізден 4m квадрат плюс 2m плюс 2m плюс 1 минус 4m квадрат плюс 2m плюс 2m және минус 1 шығады. Бұл жерде 4m квадрат пен минус 4m квадрат қысқарады. Плюс 1 мен минус 1 қалады. Бізде қалғаны 4m, 6m және 8m болады. Бөлімінде 2m минус 1, 2m плюс 1. Енді келесі амал бізде бөлу амалын орындаймыз. 8m бөлу 2m минус 1, 2m плюс 1. Бізде білеміз, бөлуді көбейтуге айналдыру үшін екінші бөлшектің орнын ауыстырамыз да. Бұл жерде 10m минус 5-ті жақшаның сыртына 5 шығарайық, ішінде 2m минус 1 қалады. Бөлімінде 4m-ді жазып қоямыз. Енді бұл жерде бізде 2m минус 1 мен 2m минус 1 қысқарады. 8m мен 4m қысқарады. Бұл жерде 2 қалады. Алымында бізде 2 мен 5 қалды. 2 мен 5-тің көбейтіндісі 10. Бөлімінде 2m плюс 1 қалды. Үшіншісінде жақшаның ішін жазып алдық. Жақшаның ішінде ортақ бөлім x минус а,
x плюс а болады. Бұл жерде тоқтауыш көбейткіш x плюс а. Бұл жерде тоқтауыш көбейткіш x минус а болады. Енді тоқтауыш көбейткіштерді алымына көбейтеміз. ax плюс а квадрат минус ax плюс а квадрат. Бұл жерде ax пен минус ax-ті қысқартамыз. а квадрат пен а квадраттың қосындысы 2а квадрат. Бөлімінде x минус а, x плюс а болады. Енді екінші амалымыз шыққан өрнекті өрнекке көбейтеміз. 2а квадратты жазып қоямыз. Бөлімде x минус а, x плюс а. Көбейту. Бұл жерде бізде қысқаша көбейту формуласы ол x плюс аның квадраты бөлімінде 2а квадрат. Бұл жерде 2а квадрат пен 2а квадратты қысқартамыз. x плюс аның квадраты мен x плюс аны қысқартамыз. Бізде қалғаны x плюс а бөлімінде x минус а қалды. Төртінші есебінде жақшаларды жазып қойдым. Бірінші жақшада ортақ бөлім бізде y квадрат x болады. Бұл жерде тоқтауыш көбейткіш x, мына жерде y квадрат. Енді тоқтауыш көбейткіштерді алымдарына көбейтіп шығамыз. x-тің 3 дәрежесі қосу y-тің 3 дәрежесі болады. Бұл бізде екінші өрнек. Екінші өрнекте бізде ортақ бөлім y квадрат x болады. Тоқтауыш көбейткіш бұл жерге x, мына жерге x болады, мына жерде y-тің квадраты болады. Енді тоқтауыш көбейткіштерді алымына көбейтіп шығайық. x квадрат минус yx плюс y-тің квадраты. Біз екі өрнекті де екі жақшаны да шығардық. Енді екі жақшаны бір-біріне бізде бөлуіміз керек. Бірінші жақшада бізде x-тің 3 дәрежесі қосу y-тің 3 дәрежесі. Біз оны қысқаша көбейту формуласымен жіктеп алайық. Ол дегеніміз бізде x плюс y, x квадрат минус x, y плюс y квадрат бөлімінде y-тің квадраты x болады. Енді бөлуді көбейтуге айналдыру үшін екінші бөлшектің орнын ауыстырамыз. Біз екінші бөлшегіміз бұл орнын ауыстырғанда y квадрат x алымына кетеді. Бұл өрнек бөлімінде x квадрат минус yx плюс y квадрат. Y квадрат x пен y квадрат x қысқартамыз. Мынаны қысқартамыз. Бізде жауабында қалғаны x плюс y.